Бүгінде еліміздегі автокөліктердің 80%-ы 10 жылдан астам қолданыста болған. Сондықтан автокөлік паркін жаңартып, көліктің экологиялық таза түрлерін дамыту және ескі техникаларды жою бағдарламасын әзірлеуге ерекше көңіл бөлу керек. Бұл жөнінде бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте еліміздің қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қапаров мәлімдеді. Министр жасыл экономика негізінде Экспо 2017 халықаралық көрмесіне басымдық беріп отырғанын жеткізді. Жаңа қуат көздерін пайдалануды жүзеге асыру арқылы біз көпшілікке үлгі болуымыз тиіс. Және бұл тұрғыда ысырапшылдыққа жол жоқ, деді Нұрлан Қапаров. Себебі елімізде өтетін көрменің әр жобасы тыңғылықты зерделенген. Және бұл көрме Қазақстанның әлеуетін арттыра отырып, тиісті салаларға өзіндік тың серпін береді. В мае мы начинаем планировать уже начало строительства. Мамыр айында біз экспо нысандарын тұрғызуды жоспарлап отырмыз. Бұл ретте барлығы тиісті деңгейде жүзеге асуда. Халықаралық көрмеден кейін нысандарды пайдаға жарату біздің басты мақсатымыз. Көпшілік мұны ақшаны далаға шашу деп біледі. Әрине ол олай емес. Оның нәтижесін біз 2020-2025 жылдарақ сезініп, осындай халықаралық көрменің бізде өткен әлі мақтан ететін боламыз.